бесінші классқа келгенде жаңа не бар ғой? Ана тадыр жертөледе үшінші класс, төртінші класста біз жаңағыдай бір этажды үйге келдік. Сосын бесінші класста бері жағында барақ салынды ғой. Сол бір этаждық үйден төртінші класста оқыдық. Манаш апай сонда келді. Сонда келді, сосын уже класс ашылып бастады. Екі класс. Бір зданияда, бір бөлмеде. Төртінші класс пен бірінші класс Саяпай оқытты бізді. Сосын екінші класс пен үшінші класс оны Манаш апай оқытты. Екі-ақ кісі болды. Сосын бесінші класста алып келді бізді не қылды? Жаңа неге көшіп келдік? Бараққа. Ағаштан жасалынған. Ол барақта желгіні шықырлайды. Құлайын деп тұр. Сосын жаңағы бізді қойды сол араға. Біз қозғалмаймыз ғой, балдарды қозғалтырмаймыз. Оқып отырдық. Балдар тағы қозғалмайды. Шықпаймыз, беременде отырамыз. Бұлай жүрсек, балдар көбірек жүгірсе, ана барақ теңселеді. Қозғалады барағымыз. Дұрыс салынба. Кәдімгі адамдар ғой салған. Иә. Сосын рабочийлар ғой салып тастаған, енді тез мектепті салу керек. Балдар келіп отыр жан жақтан. Сосын бір күндерде құлады сол. Жетінші. Біз 8 оқимыз ба, 9 оқимыз ба? 8 оқимыз. Сол уақытта құлады. Сонда жоқ 7